Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет қуырдақтың рецептімен бөлсем, өте жұмсақ болып пісетін, өте дәмді қуырдақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осылай өкпе, бауыр, жүректерімізді бөлек турап аламыз. Өйткені өкпе, бауыр, жүректеріміз тез пісіп болғандықтан етті қуырып, жасалап, пістау деген кезде салатын боламыз. Осылай бүйрек, өкпе, бауырымызды осылай бөлек турап аламыз. Іш майымызды бөлек турап аламыз. Бәрін жеке-жеке турап алатын себебіміз, енді өкпе, бауыр тез пісіп болғандықтан оны кейінірек саламыз, сол үшін бөлек турап жатырмын. Оған керекті заттарымыз: картошкамыз, іш майымызды осылай ұсақтап турап алдым, өкпе, бауыр, таза етіміз, пиязымызды осылай жақсылап ұсақтап турап алатын боламыз. Осылай қызып тұрған қазанымызға ұсақтап туралған іш майды осылып саламыз, салып жақсылап шыжғыртып алатын боламын. Енді піскен майдың орнына осындай өзінің майын қоссаңыздар, қуырдақтарыңыз өте дәмді болады. Осылай жақсылап шыжғыртып алған екен, азырақ 2 қасықтай піскен май қостым. Енді бұны да жақсылап шыжғыртып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, өте керемет рецепт. Осылай іш майымызды жақсылап шыжғыртып аламыз. Оның үстіне енді ұсақтап туралған етіміздің үстіне азырақ тұз салып, осылай салып, бұнда су шыққанша жақсылап қуыратын боламыз. Өте дәмді болып шығады, етіміз жұмсақ болып. Осы видеодағыдай жасасаңыздар, қуырдақтарыңыз өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Осылай жақсылап араластырып, бетін жауып қалдырамыз 5 минутқа. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне суы шығып, жақсылап қуырылды етіміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жақсылап еттің су шыққанша осылай қуыратын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне етіміз жақсылап қуырылды. Өзінің суы шығып, осылай су шыққанша жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап араластырып, үстіне пиязымызды саламыз. Ұсақтап туралған пиязы көп болса, қуырдағымыз дәмді болады. Сол үшін пиязды көп қосуға кеңес беремін. Бұны да жақсылап араластырып, 5 минутқа бетін жауып қалдыратын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, пиязымыз қуырылды. Енді өкпе, бауыр, жүректерімізді осылай ет қуырылып болған екен салатын боламын. Өйткені бұлар тез пісетін болғандықтан етіміз жақсылап қуырылған екен, салдым. Енді бұны да жақсылап араластырамыз. Сөйтіп тағы да бір бетін жауып 5 минутқа қалдыратын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай жақсылап қуыратын боламыз. Оның үстіне өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен ұсақтап туралған сәбізді қостым. Оның үстіне 1 қасықтай бұрыш қостым. Осыны жақсылап араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша 40 қабат, болмаса лавр жапырағын қоссаңыздар да болады.
мен балдарыма ұнамағандықтан қоспадым. Осылай жақсылап араластырып болған екен. Үстіне картошкамызды салып, үстіне азырақ су құйып, мен су құйғаным түспей қалыпты. Видеоға азырақ су қосып, астын жай пәсетіп, бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қуырдағымыз дайын болды, өте дәмді болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Сіздердің өте жұмсақ еді, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Назарларыңызға көп рахмет. Мені видеомның соңына дейін көргендеріңізге қош сау болыңыздар.